Күннің әсас вақалар ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Бурсиетова çalışам. Хайырлы ақшамлар. Yollar birinci növbetте. Бордюрға барғанжы темізлік, чоқурлар тамираты, сызықлар, қоралар йовылуы. Ахмезжитнің соқақ yolları нормативге uygun olması için kaç yolunu грейдернен keçmek керек. Ахмеджитте 263 соқақ тамир етілмелі. Бераберлікте иммунитетке адымлаймыз. Менің уч танышым өлді. Егер олар ашы яптырған олсалар, сақ қалыр еділер. 8.000-ден зияде Қырым сакені байрам күнлері ашы яптырдылар. Газ фажиасы. 5 адам зарарланды, олардан екісі бала. Бір қадынның алы ағыр, екіншісі баяғы еңгілже. Ахмеджитте 5 адам газдан зерленді. «265-ке яқын турист Қырымда елбаш байрамлары күнлерінде ратланды. Бұл кечкен сенінің айны шу күнлеріне баққанда 10% зияде. Бұл ақта ичтимай ағларындаки сайфелерінде Сергей Аксенов язды. Туристлерінің 66% ярымадаға Қырым көпірінден келіп еттілер. 27% авианахлият иле, 7% демір yolдан. Байрам күнлері Жумхурiyet территориясында 270-тен зияде ерлешу объекті çalışты. Оларның бір қысмы 85%-дан зияде толы еді. Елбаш гежесі есе бұл рақам 90%-ға етті. Қайдетем ки, не елбаш байрамлары, не де яз мевсімінде сонки 2 ел девамында ерлешу васталары территорияларында хасталық бірден кеніш дарқалуы олмады. Отель ве шифаханелер хадимлерінің 80%-дан зиядесі, ве ресторанларының 100% хадимлері ашы алдылар. Айны заманда вирус хасталықларының оғыны алув бойынша эсас талаплар эм мұсафірлер, эм де Қырым сакинлері үшін мечбури қала. Бұл маскалар режимі, месафе қалдырылуы ве дезинфекция. 263 соқақ Ахмеджитте тамир етілмек керек. Бұл ақта бүгін Жумхуриетнің Назирлер Шурасы топлашуында сөз жүрсетілді. Бұл 2022 сенеге планға көрсетілген соқақлардан ғайры бір муниципалитетте тамир етілуінің невбетлері тізілмек керек. Сергей Аксенов мемурларға епсі yollarını видеорегистраторларнен Крым Автодор Моисенің хадимлерінен бераберлікте айланып чықмаға авали етті. Яратылған реестр давалы вазиетлерде доғыры қарар алмаға ярдым етер. Уборка под бордюрки, ямочный ремонт. Бордюрға барғанжы темізлік, чоқурлар тамираты, сызықлар, қоралар йовылуы. Ахмезжитнің соқақ yolları нормативге uygun olması için kaç yolunu грейдернен keçmek керек. Emde президентіміз бізде мүддетлер бойынша денішмелер көрсетілуі ақта қарар алды. Yollar бақылуына не қадар күч ве пара керек олғаныны анықламақ үшін Қырым елбашчысы бір hafta қадар мүддет берді. Ахмеджит мемуриеті yolбашчысының вазифесіне Максим Балахонов тайынленежек. Шымды ошер башының бірінші муавені олып çalışа. Бұл ақта ичтимай ағлардаки сайфелерінде Сергей Аксенов хабер етті. Ахмезжит мемуриеті yolбашчысының истифасына бақмадан байтақта иш алып барылды. Шу жүмледен байрам күнлері девамында. Назирліклер ве идарелерінің реберлерінен эмде Ахмезжит мемуриеті yolбашчысының муавинлері иле шер бақылуы бойынша вазиетлеріні бақтық. Фажия бір Ахмеджитлінің жаныны алып кетті. Да бір қайш адам газнен зерленгені себебінден зарар көрділер. Евелкі малюматқа көре бозуқ котелдан шыққан зерлі газ евні толдырды. Бейджелер хастаханеге ятқызылған қадынны құртармаға тырышалар. 5 адам зарарланды, олардан екісі бала. Бір қадынның алы ағыр, екіншісі баяғы еңгілже. Ама делил бойынша хабер етем ки, бұйлы вазиет бүгін юз берді. Бірінші нәтижелерге көре фажияның себебі газ котелының тартуы бозылмасына бағылы. Вақыт пек ерте олғаны үшін айлы азалары не олайатқаныны аңламады ве сесленіп етіштірмеділер. Фажияның епсі аллары белгілене Жумхуриетнің прокуратура идаресі де тешкеру кечере. Нәтижеде қарар алынажақ. Прокуратура или тәшкил етілген незарет тәдбірлер кетішатында мескен ве янғынға қаршы қанунлар ижра етілуіне қиметке сележек. Бұндан да ғайры газ донатмалары қоланылуы бойынша талаплар бақылажақ. Тәшкерівнің кетішаты ве нәтижелері Қырым Жумхуриетінің прокуратурасы тарафындан контрольге алынды. Егер себеплер олса, прокурорлар сесленмесі үшін чарелер бақылажақ.
Bayram kunlari devamında Covid-ten 8,5 mingden ziyade adam aşlamadan keçti. Cumhuriyetning Sağlık Saqlaq Nazirligi koronavirus tarqaluvi bayağı eksilgenini qayd etdi. So'nggi sutka devamında Covid tek 66 adamda tapıldı. Qrimda 2 komponentni 830 bin adam aldı. Mevzuning devamı Nevbette Kalevxamizda. Selam aleykum. Aleykum selam. Revaktsinatsiyaga mumkin mi? Evet mumkin. Snils yanınızda mı? Бар yanımda. Aşalmaq üçün adamның yanında pasport ve snils olmalı. Qırımlılar anketаны tolduralar, özləri aqta yazalar. Bundan son məlumat federal registrге kirsetildi. Bundan son terapevtның baquvundan keçmek gerek. Bu yerde adamның sıcağı, pulsı, kan basımı ve saturasiya seviyesi ölçenili. Kan basımınız yaxşı 120'ge 80 aşı yapmaq mümkün. Aleksandr Aranovich bugün revaktsinatsiyadan keçi ayta ki aşılamanı mobil noktalarda yaptırmaq pek kolaylı. Uzaqqa ketmek ve nevbette turmaq gerek degil. Менің uç tanışım oldu. Eğer olar aşı yaptırgan olsalar, sağ kalır ediler. Olar da kart degil edi. Şunun için aşıdan ret etuvni orta asırlarga ait bir şey dep sayam. Aşı yapılgan son Gosuslugi portalına aşılama hakkında haber keli. Bu günler devamında yanvarın 1. günü ayrıca ağır geçti. 782 müracaat oldu geçken 10 gün devamında bu en yüksek rakam idi. Bayram günleri Kırım'da 8686 kişi aşılamadan geçti. Birinci sançını 2000'ge yakın adam yaptırdı. İkisini ise 4000'ge yakın adam aldı. Revaktsinatsiyadan 2600 adam geçti. Menimce bu biz için kuvvançlıdır. Çünkü bizim Kırımlılar hastalık azlaşkanını nazarga alıp tavsiyelerge kulak astılar ve yanı yıl bayramlarını ailede geçirdiler. Ama kolektiv immunitet şekillenmesi için bu rakam yeterli değil. Dashboard malumatına göre birinci sançını 912 binden ziyade adam yaptırdı. İkincisini ise 850 binge yakın adam. Afsuski bu rakamlar yeterli değil. Çünkü men 1.212.000 rakamını defalarca seslendirdim. Ve fırsatnen faydalanıp Kırımlılarga müracaat etmege ister edim. Aşılama noktalarına keliniz ve aşılamadan geçiniz. Kırımda 2000'ge yakın Covid koykalara var, olar 75%'ga tola. Bugün Cumhuriyetimizin hastahanelerinde koronavirustan 1612 adam tedavileniye, olardan 200'ge yakın ağır aldı. Elmas Ablakimova, Sivila Mimetova ve Aziz Nimetulayev, millet için. Bayram kunlari devamında acele tıbbi yardımның bağına aman 800 müracaat. Bu Ahmedjit şehri ve rayonu boyunca. Kırım hakkında aytsak bu rakam 10 binge yetti. Tıbbiciler gece kunduz yardımga yetip barmaga hazırlar. Acele hizmet için bayramlar nasıl keçkeni hakkında da Uçakhalov soraştırdı. Donatılgan sofralar başında sıcak sözler ve tilekler aytılgan vakit, Ahmedjit'nin acele hizmet stansiyalarında tıbbicilerinin nevbetçiligi devam etti. Yılbaş bayramları Yakup Orazov için alışıklı şeydir. Onun 44 yıllık tecrübesi var. Adamlarını ölümden kurtargan Allah da oldu. Ekimnin sözlerine göre bayram günleri müracaatlarının sayısı daha ziyade arta. Tez yardım bölümünde çalışmak kıyım. Ayniqsa bu keçken bayramlar da gösterdi. Vızıflar çoxlaşa. Ağır vızıflar çok. Atravleniyalar ola, alkogolni atravleniyalar. Tıbbicinin iş smenası her şey teşkirilüvinden başlana. Bu kazanı ise yılbaş mucizesi dep adlamak mümkün. Bayram arifesinde Ahmedjit'teki birinci podstansiyanın tıbbicileri 91 yaşlı hastanın toxtagan yüreğini yanıdan koçurup oldular. İş doğru teşkil etilgeni için endi kadının canına tehlike doğurgan şey yok. Brigada bir dakika içinde klinik ölüm vaziyetine kayıt etti. Gerekli yardım gösterdi. O yürek faaliyeti kaytarılmasına ve hasta kurtarılığına, hastahanege yatkazılığına sebep oldu. Ahmedjit'te her gün 30'dan ziyade brigada smenaga turalar. Bir günde merkezge 600'den 700'gece telefon bağı keli. Yani yılının birinci günü en ağır oldu. Bu günler devamında yanvarın 1. günü ayrıca ağır geçti. 782 müracaat oldu geçken 10 gün devamında bu en yüksek rakam edi. Yılbaş bayramları yüksek haf devridir, deyler tıbbiciler. Umumen Kırımda rahatlık günleri devamında tıbbi hizmetinin acele bağına 10 binge yakın kere müracaat etildi. Daud Çakhalov, Versin Fukala, millet için.
Ахмеджит Ава Лиманы районында күчлі туман ondan зияде авиарейс кечке қалмасына себеп болды. Еді учақның командирлері Анапа, Сочи ве Краснодар шерлерінің аэродромларға қонмаға қарар алдылар. Матбуат қызметте қайдеттілерге рейслер ақта актуал мәлумат Ава Лиманның ресми сайтындаки онлайн ерлештіріле. Қырым спортына 1-6 медаль қошылды. Олар чешіт күміштен Тунчқаджи. Мукафатларны пайтақтан Кефе янында ерлешкен кичик қасабаның спортчылары қазандылар. Анда çalışқан идманжы ақықы чемпионларны тербиелей. Москвада да бұл азырлық ос нәтижелеріні көстерді. Анда джиу-джитсу бойынша дүния чемпионаты кечті. 6 спортчыдан әрбірі спортив командировкадан өзіне лайық мукафатнен қайтты. Қырым көпірінің макеті кібішей, залның чевресіне айланған чоқтан-чоқ дайре, вениайет, эсас элемент, атуф. Яждашлары қышлық татиллерде ратланған вақыт, олар саатлер девамында севімлі спорт чешітінен оғрашалар. Емде бір чешіт дегіл. Приморский қасабасында ақиқи спортчыларны азырлайлар. Сонки учил девамында біз өз фаалиетіміздің йонелешіні қарышық күрешуге деңіштірдік. Бұл грэблинг, джиу-джитсу. Джиу-джитсу йонелешінде біз учил çalışамыз. Бұл кадрда яш ханым. Бұл Диана Исмаилованың топламында шымділік ең esas фотодыр. О Москвада ноуги категориясында 3-нче ерге чықты. Бұл Бразил джиу-джитсуның шеклі. Мұнда тезлік ве күч керек. Диана рақыпны қабырғаларына ұрып еңді. Ама бойле усуллар оның яшында ясақ сайыла. О теслим олынды. Маңа деділер, я егер о яраланса еді, ғалибені оңа берділер. Мен бұл ясақ олғанны білмейдім. Қырым спортчылары Санки спорткар үстінде бұтын Русия джиу-джитсусына учып кірділер. Бұл чемпионлық видео. Мұнда Москва чемпионатының баш қараманы Гордей Воеводин. О бір өзі Қырымға алтын алып қайтты. Амет Умеровға исе бір адым етішмеді. Оның медалі күміштен. Физика, яни беден азырлығы етішмеді. Ағырты себебінден ютқыздым. Илерде де тырышачамыз. Москвада дүния чемпионаты джиу-джитсуны темелден білгенлерні топлады. Бұл спорт чешіті Бразилияда пейда олды. Бұл исе еркес қазанмаға арз еткен медальдыр. Оны Иван Якубенко елде етті. Турнирның қараманы спортта енді аман-аман 10 жылдан берлі. Қырымда епсі мақсадларына ерішті. Дүния аренасында исе ilk сефер чешіт техникаларны сынап бақты. Башында сен ортаға шыққан вақыт бойле бір қорқу пейда ола. Амма сен ершейні доғры япсаң, ершей яқшы олар. Дарина Денисова ве Владимир Черногаев. Бұл адларны күрешувны севгенлер қатырламақ кереклер. Олар қалған мүкафатларны қазандылар. Қырым жима тақымына Ростов шерінде кечкен региональ басамақта медальлер қазанған епсі спортчылар кірді. Олар Жүмхуриетнің жима тақымыны тешкіл етелер. Екі іштиракчы исе спорт намзетіне уста разрядның сайыплерыдыр. Енді яңы мевсімде да яқшы нәтижелерні көстермек мүмкін olur. Ама бұның үшін ММА бойынша Қырым біріншілігіні емінлікнен кечмек керек. Бұл тедбір январның орталарына планлаштырылды. Тарас Брезицкий, Аким Бекиров, Фетислям Кишвеев, Миллет Ичун, Кефе. Бұл нұқтада екінлейім, бізілі олыңыз.